Сәлеметсіздер ме достар, арнаға қош келдіңіздер. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз қымыздың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені талай мәрте жазылып та келеді. Қымыз құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте оқырман назарына салуды жөн көріп отырмыз. Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің арнамызды тіркелусіз 79% қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Қымыздың құрамында жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды және қуаттандырады. Құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына да ішсе тіпті пайдалы. Салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып нәрлі етеді. Демек емізулі балаға да пайдасы орасан. Ашқан қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтарды тазартады. Іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш қуатын арттырады. Бүйрек пен бауырды қанықтырады. Қан тамырларын тазалайды. Буын аурулар мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, яғни гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит сияқты аурулардың алдын алады, немесе жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер қымызды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге ұсыныс жасайды. Қымызбен емделгенде қан құрамындағы гемоглобин эритроцит көбейеді. Тамырдың соғуы жиілеп, қан айналымы жылдамдайды. Қан тамыр жұмысы мен жүрек соғысы жақсарады. Кез келген сүттегі ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде ол 1,8-2% болады. Қымызда шамамен 1,3-2% май бар. Бұл сиыр сүтінен дегенде 2 есе кем. Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның иммунитеті артады. Бие сүтіндегі полиқаңықпаған май қышқылдары қан айналымын жақсартады. Бие сүтіндегі лактоферин атты ақуыздан Ресей ғалымдары қатерлі ісікке қарсы дәрі жасауда. Сонымен қоса, қымыз ішкен адамның жаны мен қаны бұрынғы ішкен арақ пен сыраның зардаптарынан тазартады. Ерлер белсіздігінен қымызы ем. Қымыздың майыны атеросклероз ауруына шипалы. Оның құрамындағы қанықпаған май қышқылдары адам денесіндегі жасушаларды жақсартады. Қымыздағы кіші молекулалар, пептидтер жасушаларды нәруыз синтезін күшейтеді. Ағзадағы улы заттарды сыртқа айдап шығарады. Ұрық безі гормондарын түзілуін дамытады. Тамақтың алдында немесе тамақпен бірге аз мөлшерде 50-100 мл ішілген қымыз ас қорыту сөйлдерінің бөлуін айтарлықтай күшейтеді. Ағзадағы зат алмасуын реттеп отыратын асқазанның, ішектің, ұйқы безінің, ас қорыту сөйлерінің бауырдағы өт бөлетін ферменттердің жұмысын ынталандыратын қымыз құрамында пайдалы заттар бар. Қымыз құрамында ағзаға жеңіл сіңетін ақуыздар, пептидтер, амин қышқылдар болғандықтан сусынның бұл түрі сырқат адамның күш қуатын тез қалпына келтіреді. Қымыздағы F дәрумені болып табылатын линолен және линол қышқылдарынан мен басқа да маңызды эйкозаноидтар түзіл болар жасушалар деңгейіне барлық химиялық үдерістерді реттейді. Олар қымызда түзілген антибиотиктермен бірге жасушалардың қанықпаған липидтері қышқылданықтардың әсерін тежейді. Адамның иммундық жүйесі мен денсаулығын нығайтып күшейтеді. Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы, спирт асқазан ішек сөлін қоздырып, астың жақсы қорытуына ыдырау өнімдерінің сіңуіне жәрдемдеседі. Бие сүтінде С дәруменінің мол болуынан қымыз туберкулез ауруын емдеуде өте шипалы. Қымыз туберкулезбен ауыратындардың ағзасындағы дәрумендер алмасудың бұзылуын тоқтатады. Себебі оның құрамында B1, B2, B12 дәрумендер бар болғандықтан, ол жүйке ауруларына да өте шипалы. Қымыз ас қорыту органдарының, жүрек қан тамырларының, жүйке жүйесінің басқа да органдарының қызметін жақсартады. Оны ішкен кезде адам тәбеті ашылады. Оған қымыз құрамындағы сүт қышқылы әсер етеді.
Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен және де басқа дәрі-дәрмектермен байланыстыра өкпе туберкулезінен бүйрек, сүйек ауруларын, ішек қарын, жүрек қан тамырлары кеселдерінен емдегенде дәрумендер жетіспегенде қолдануда. Қымыз мал ауруларын емдеп жазуда кеңінен пайдаланады. Оның ем болатын сырқаттары бұзаулар мен құлындар. Диспепсия ауруына шалдыққанда бұзаулар мен құлындардың, балапандар мен тауықтардың ащы ішегінде қабыну белгілері байқалғанда, бұзаулар мен құлындар мен қан бөлінетін гастроэнтерит ауруға ұшырағанда, ірі қара малдың асқазаны әлсірегенде, балапандарға А және Б дәрумендер жетіспегенде, іріңде, күйікте, сиыр, бие, қойларда кездесетін іріңді вагинит және эндометрит ауруларында сиырлар мен биелердің іріңді желін сау дертінде және де тағы басқа науқастарында қолданылады. Қымыздың әсері адамның бүкіл ағзасын өзгертеді. Ондағы физиологиялық, биохимиялық үдерістерді күшейтеді. Зат алмасуды қалпына келтіреді. Адам ағзасына қажетті барлық элементтер бар. Адам тамағында Б1 дәрумені болмаса, ол Бергебери ауруына шалдықтырып, мұндай адамның қозғалыс және сергек сезім жүйкелері зақымданады, яғни паралич, сал болып қалады. Б12 дәрумені жоқ болса, жілік майында қан құрау бұзылады, қан аздық пайда болады. Мұнан қымыз ішіп сақтана аласыз. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ем болсын достар.